Ақ киім. Жол үсті Асқарды кезіктіргенімде жанымыздағы мешіттен әуелеген азан үні естілді. Бүгін жұма, қаласаң жүр, мешітке бірге барайық дедім. Бұдан бұрын да бірнеше рет қолқа салғаным бар. Ол тағы да келіспеді. Әдетінше, менің мешітке бармайтынымды білесің ғой деп тартыншақтанды. Білемін, бірақ бармауыңның себебін түсінбедім. Шынымды айтсам, өзімде анық ұғынбаймын. Бәлкім, араласып жүрген ортамның әсері бар шығар. Оның үстіне намаз оқығаннан шалбарымның қыры бұзылып, тізесі шығама дегенде ой келеді. Сонда мен таң қалып, қой, әзілің шығар, соған бола мешітке жоламай қоюға бола ма екен? Дедім. Асқар болса, жоқ, рас айтам. Бұндайларға жіті көңіл бөлем. Әсіресе ақ түсті киімді ұнататынымды білесің ғой. Шынымен үнемі шырттай киініп жүретін. Ақ түске жақын еді, шалбарының қыры пышақтай болып тұратын. Сонда мен өміріңде ең болмаса бір рет мешітке барып көрдің бе дедім. Ол, бала кезімде атаммен бір-екі рет ілесіп барғаным есімде, бірақ енді бармайтын шығармын деп жауап берді. Сол жерде әңгіме үзіліп, бір-бірімізбен қоштастықта өз шаруаларымызбен кете бардық. Мен оның айтқан жауабына қатты шошындым. Тіпті бұл тақырыпты қозғағаныма іштей өкінгендеймін. Арада 2 ай өткенде оның бүгін мешітке келгенін естіп таң қалдым. Дереу апыл-ғұпыл мен де мешітке жеттім. Мешітке жоламай жүрген жолдасым мешіт ауласындағы намаз қатарларының ең алдына шығып кетіпті. Бүгінде үстінен ақ түсті жамылғыны байқадым. Тіпті жай кездегі киімдерінен де ерекше аппақ па деймін. Жайлап қана қасына жақындадым да сыбырлап, ана жолы мешітке енді бармайтын шығармын дегенің қайда, дедім. Досым бірақ жауап қата алмады. Өйткені ақ кебінге оранып табыттың ішінде жатыр еді. Жұрт жаназасын шығару үшін мешітке келіпті.